Армысыздар достар. Алматы ару қала, Алматы жайдарлы қала, Алматы жалындаған жастарға толы қала. Әрине, Алматыны мақтаудан жалықпаймыз, себебі жастар маусымы Алматыда. Жастықшақ ауылында республикалық премьер-лига ширек финал 2-ші топ, біз сайысымызды бастаймыз. Біз сайысымызды әрине командаларды таныстырумен бастамаймыз. Өткен сайыста да біз қазақ алқасын таныстырып, кішкене құпиямызды ашқанбыз. Бүгін енді бұл кісілерді орындарынан тұрып таныстырсақ. 2008 жылғы премьер-лига ойындарының чемпионы Мадияр Серікбаев. 2009 жылғы жоғары лига ойындарының чемпионы Құлсары командасы Парасат Ибраев. 2007 жылғы жоғары лига ойындарының чемпионы ұлдар емес Перизат Мырзахметова. 2008 жылғы жоғары лига чемпионы жарайсындар жігіттер Еркебұлан Мырзабек. Қазақстан КВН одағының ең алғашқы чемпиондары чемпион 2005 көстемесін Марат Достаев. Олай болса, тікелей сайысымызға көшеміз. Жалпы тақырып Жастықшақ ауылында биылғы маусым жастар маусымы және әуенді сәлемдесу. Осы сайыстың ішіне 5 жаңалықты командалар қосу керек. Және тақырыбы бауырым қай ауылдан боласың. Ортада Балқаш қаласының маңызды білім беру колледжі Назбойс, Балқаш. Есағадан ауылға хабар келіп жеткенде асықты ойынға. Үйткені ұнайды, ауылда хабар сол, бәрі аманшылық, Балқаштың тұрғындары сәлемін жолдайды. Атам айтты Есағаға барғанда, қолын алып сәлемімді жолда деп. Апам айтты Алматыға барғанда, шашу шашып метроны қолда деп. Біз жас өрен асқақ ойы арманы, қанатымыз самғаудан еш талмады. Қарсал бізді жанған оттай жалындар, Назбойс деген біз боламыз народар. Назбойс, 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 олы біз! Ассаламу алейкум, жан-жақтан жиналған Алматының тұрғындары. Сүйінші халқым, қуанышты хабар әкелдім. Сүйінші халқым. Не болды? Аскен сүйірі босантты. Сүйінші. Бір жерде болған жағдай. Көрсетші. Көрсетші мағанды. Көрсетші. Мә, қолын беш. Солай көр енді. Үтчінді мана. Қымбат достар, айта кететін жағдай, өткен сайыста да, бүгінгі сайыста да біздер премьер-лига ойындарының бір ерекше талабын сіздерге ұсынғалы отырмыз. Ол командалар өнер көрсетіп жатқан кезде басқа тілде сөздер айтып қоятын болса, олан айыппұл, яғни айып салынады және әрбір сөз үшін 0,1 ұпай алынады. Оны қадағалайтын Қазақстан КВН одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Әуенді сәлемдесу Алматы мемлекеттік бизнес колледжі бұзық бизнесмендер Алматы. Алматы мемлекеттік бизнес колледжі ұсынады. Сәлем достар, сәлем Алматы. Бүгінгі ойын тақырыбы Жастықшақ ауылында болғандықтан, біздің командадағы Мөлдір КВН-ге өз сыйлығын әкеліпті. Сыйлығы тақпақ. Айтшы тақпағыны Мөлдір. Қыздар менен балалар, ауылға келіп тұрындар, қыздар менен балалар. Сонда тақпағың қайда сенің? Не ғой? Азанда тұрдым, тамағымды іштім, сөйтіп аялдамаға келсем, автобустың тұр екен, жүгіріп барып отырып алдым. Со тақпағың қайда? Білмеймін. Шалғай ауылдағы жалғыз ғана шаштараз.
Шаш аласыз ба? Иә, отырыңыз. Сізге қалай алып берейін? Мынау шағын ғана кішкене қысқартып жіберші. Саламатсыз, шаш аласыз ба? Иә, отырыңыз. Қай жағын алайын? Екі шетін аласыз да, төбесін алдырасыз. Аха, жарайды. Ой, кешіріңіздер, кешіп қалдым. Сіздің шашын қалай алайын мен? Шетін алып бересіз ба, шетін? Аха, мына жерім ба? Иә, мына шетін. Сіздермен болған Алматы мемлекеттік бизнес колледжі назар аударған үшін көп рахмет. Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжі ПСК құрамасы Атырау. Сәлем достар. Тақырып бауырым қай ауылдан боласың? Алматы кезінде сіздерді басқарған адам біздің ауылдың жігіті. О, міне. Сосын да «Дневной дозор», «Ночной дозор» деген киноның режиссері бар емес пе? Ол да біздің ауылдың жігіті. О, міне. Сосын мына өлең бар ғой. Осы әнді айтатын жігіттің біреуі Қырғызстандікі, біреуі біздің ауылдың жігіті. О, міне. Мынау да біздің ауылдікі. Дархан, мұнай тек Атырауда ғана емес, мұнай деген Ақтөбеде бар, Ақтауда бар. Кім айтты саған бұны мұнай деп? Кім айтты саған бұны мұнай деп? Бұл Қарашай. Біздің ауылдың Қарашайы. Біздің ауылдың жігіттері осындай. Ал сіздің ауылдың қонақжайлығын 7 минуттан кейін білетін боламыз. Егерде Жошы ханның баласының өлімін домбырамен емес, күймен емес, рэппен жеткісе қалай болады? Йоу. Жошы хан, сенің балаң орманда келеді, астында жап-жас ақылзат. Сенің балаң жерде жатады. Қалай? Құлан тұрады басынан бір тебе. Воу! Егерде қазақша төбелес, қазақша күрес, қара жорға биімен ұлттық нақышта өтсе қалай болады? Нан болса ән болады, ән болса сән болады. Ал келесі отбасында шынымен де бәрі болады. Зинур жаным, ана Қазақстан ұлттық телеарнасына қоясың ба, мен көретін Дениз болады. Денизіңді қоя тұр, қазір мен көретін футбол болады. Тұра тұр, ана балаң үйде қашан болады? Міне 7 минутта келіп болады. Айтпа теме, сол балаң қаңғыбас болады. Қаңғыбасыңды қоя бер, алдымен ұйқыбас болады. Онда өскенде депутат болады. Ассалаумағалейкум көрші. Мен ба көрші болады? О, болады, кел, төрлет болады. Жоқ, өшер болады. Нағышын болады? Шайын қашан дайын болады? 17 минутта дайын болады. Көрші, бүгін Алматыда премьер-лига ойындары болады. Жүргізуші кім болады? Есен, Елеукен болады. Онда қызық болады. Қызығын қоя тұр, бізге қашан көрермендерден шапалақ болады. Ойынымыздың соңында ауылдағы 11-ші сынып бітіруші түлектердің сөзімен аяқтағымыз келіп тұр. Ерте қалаға барғаннан кейін өзен шөп танымай қалман да. Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі Ақтөбе байланыста. Қайырлы
кеш 2 логин ашып, біреуінің паролін ұмытып қалғандар. Қалайсыңдар? Асылжан 1-4 финал. Тартысты ойын. Бізге ерекше бірдеме керек. Әзілге толы 1-4 финал несімен қызық болар. Астарын бірге ақтарайық. Я, бүгін міне 1-4 финал. Командалар көп келуде. Олардың әзілдерінің сапасын біз таразылаймыз. Жалпы жігіттер... Камерам нақтау, камерам. Я. Алматы қаласы. Премьер-лига ойындары. Жарқыраған шамдар. Таза әуен. Міне нағыз жайдарман. Маусымды бастаған екенсің. Ұзағынан болсын. Астарын бірге ақтарайық. Жалпы жігіттер Ақтөбеден келіпсіңдер. Не істеп тұрсыңдар? Ендеше бастаңдар, хей! Сонымен көреміз Қазақстан-Франция футбол ойыны. Комментатор. Құрметті көрермендер, бүгін міне Қазақстан-Франция футбол ойыны. Француз қорғаушылар доппен пасты кімге берерін білмей жүр. Анри жабық, Зидан жабық, Рибери жабық. Тәжірибелі ойыншы Самат Самақ бәрін бірде бір бөлмеге жауып тастап тағайын. Достар, енді кезекті жаңалықтарға берейік. Адамдардың 70%-ы йогуртты жегенде сыртындағы қабығы міндетті түрде жалайды екен. Ролтон шығаратын заводтың директоры ауысып қазақ болыпты. Енді Ролтонның сұрпасы бөлек ыдыста. Қыздардың 70%-ы көздерін бояғанда ауыздарын ашады екен. Құрметті көрермендер, отбасында мынандай да қызық жағдайлар болады. Сен бала көп еркелей берме маған, түсінді? Еркелесем не істейсің? Еркелей берсем, мен сені сүндетке отырғызсайым. Мен сен папаға айтып қоям. Көке, папаңмен қоса отырғызсайым сүндет. Мен папам сүндетке отырған. Кім айтты оны саған? Мама айтты. Ал ойынымыздың соңын біз үйге қонақтар келеді ғой. Сол кезде апа жеңгелеріміз қонақ жайлап жүреді. Сол апа жеңгелеріміздің сөзімен аяқтаймыз. Қазір бәрі кетсін, сосын дұрыстап тұрып шай ішеміз. Жалғастырамыз. Алғаш рет Премьер-лига ойындарында Рудный индустриалды институты Ри храндары. Рудный, Қостанай. Сәлем алмада, бірге ширек финал сахнада. Қозғалайықшы кәне тағы. Жайдарман жастары алдарыңызда. Ассалаумағалейкум, Алматы. Жайдарманда алғаш рет Рудный. Құрметті достар, біздің бірінші әзіліміз түнгі сағат 12 теледидар қарап жатқан бала. Sai o levantamento. Era o fake quem aparecia por ali. Olha o Cristiano Ronaldo pro Rooney, pro Cristiano Ronaldo. Que jogo bonito. Я никогда не пробовала это. Я боялась. Но ты сказал, что... Ай, балам, айналайын-ау, жатсайшы, түнгі сағат 12 болды ғой. Папа, футбол отыр. Ертең сабаққа барасың, жат. Футбол отыр, Португалия ойнайды. Әкел пульті. Бар, ұста. Ойын балаларыма. Quem sabe o segundo? E que golaço! Ай, гулик, ай, гулик. Жалғастырамыз. Қазақстан ұлттық телеарнасының белгілі спорт комментаторлары жайлауда қой бақса қалай болады екен. Сонымен көреміз ауылдағы жайлау. Рүстем, бүгін міне 20 мың қой сиятын жайлауды тамашалап отырмыз. Дұрыс айтасың, Бекзат. Айбалаңда жайып жүрген қойлар, оң жақтан қапталдан қасқырлар шабуылдауда.
Дәл осы сәтте бір қасқыр ойыннан тыс қалды. Қақпаға қарай қашқан ғой. Құдайым-ау! Ал енді жаңалықтар топтамасы. Қайырлы кеш, эфирде Рудный жаңалықтары. Бірінші жаңалығымыз. Плацкарт вагонында жұмыс істейтін проводник ағамыздың үйінде тек өзі ұйықтайтын бөлмесінде ғана тоқ розеткасы істейді екен. Қазіргі кезде мәжілісте әйел депутаттар қауымы көп. Біз оның себебін анықтадық. Кезінде ақ көңіл ағаларымыз 8 наурызды қатты тойлап көп уәде беріп қойған екен. Құрметті достар, жалындаған жастар болмаса жадыраған ел болмайды. Сондықтан жастықша ауылында жадырап, жалындап, көтеріңкі көңіл күймен күліп жүрейік. Сіздермен болған Ри қырандары жартылай финалда кездескенше. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының құрамасы. Нұр Зайсан. Қазақстанның шығыстағы алтын қақпасы. Қазақстанға қарағанда Қытайға жақын орналасқан зайсандықтардан Нихау! Қалайсыздар? Барақолкадан киініп, адымнан алдын деп мақтанатын алматылықтар. Мынау Зайсан, Қытайға жақын болғандықтан бізді сіздердің барақолқыларыңыз қызықтырмай. Ой,别说这个，我刚才不说了吗？ Жаңа ғана соны айттым ғой. Қазір арман қала Алматыда тұрып жатсыздар. Бірақ барлықтарыңыз ауылдан шыққансыздар. Пинг-пинг-по. Лишн-мишн, дing-дing-дing-дing-дон. Сен өзіңше болма, сен ауылдың баласы. Иә, бірінші, екінші курста ата-аналарыңыз сағынып жыладыңыздар. Үшінші, төртінші курста ауылдарыңызды ұмыттыңыздар. Саған неше рет айтам. Алматыдан үй алу үшін кем дегенде 5 балаң болу керек. Өз жерлеріне сыймай Қазақстанға ағылып келіп жатқан мыналарды барынша ұстап тұрған зайсандықтар. Біз бастаймыз. Ауылын ұмытқандарға тегін кеңес береміз. 200 теңгеге қалай 2 килограмм сармай алуға болады. Бұл кола 200 теңге тұрады. Осын аласыздар, ауылға сап жересіздер. Олар ішіп мәз болады. Сөйтіп, ыдысы бос қайтпасын деп, ішіне толтырып отырып сармай сап жереді. Ауылдарыңызбен хабарласып тұрыңыздар. Ауыл тақырыбынан ауытқымай, дипломмен ауылға бағдарламасымен келген жас мама. Ой, қош келдің. Ой, ұлым, қош келдің. Ата, аман келдің. О, нағасы. О, бауырым, қалай жағдайым? Қазақстанда қандай жаңалық болып жатқанын бізге қарағанда осылар жақсырақ біледі ау деймін. Кәне айтшы жаңалықтарыңды. 第一，两只老虎跑得快，一个没有耳朵，一个没有尾巴，真奇怪。 Қызық екен, қазір аударып берем. Таңертең ұйқысы қанбай оянған қазақ пен Қытайдың ешқандай айырмашылығы жоқ екен. 第二，我们的老师变胖了50公斤50。 Ұятсыз жаңалықтар айтып жатыр. Аударғанға аузым бармайды. Тамсан ойлап тапқандар египеттіктер. Оған дәлел үшбұрыш пирамидалар мен ішіндегі мысықтың суреттері. Ауылым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі. Жаз басталысымен мектеп оқушылары жаздық лагерлерға көптеп барады. Сонымен көреміз жазғы лагер түнгі сағат 11. Ей, балалар, сағат 11 болды. Ұйықтаңдар. Ой, аға, ұйықтаған емес, лагерге ұйықтаушы емес, ойнанаушы келіп қойды. Жарай, ендеше мафия деген ойын ойнаймыз. Түнгі сағат 11, қала ұйықтай. Есін аға таңертең 8 ойт салыңызшы. Ауылым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі. Осындай да жағдай болады екен. Қазақтар мен
Қытайлар ерегесі. Қазақтар кешіп жатыр ғой. Біз кешкен жоқпыз. Ол сендер ертеге қойдыңдар. Тамадалар күшті құрап алған, не? Кешкен жоқпыз, ертеге қойдыңдар. Әкелдіңдер ме? Әкелдік. Көрсет. Сендер әкелдіңдер ме? Міне? Сапалы ма? Сендер бізге сапа туралы әңгіме айтпай қойыңдар. О, қазақтар, мен сендер мүлдем түсінбеймін. Осыншама арзан киімнің не қажеті бар сендерге? Біз сендер сияқты емеспіз. Біздің құдалығымыз көп. Айташ Қазақтар, тоқтаңдар. Ана шымкенттіктерге сәлем айта салыңдар. Бізге рахмет айтқан доғарсын. Ауылым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қалу. Көпшіліктеріңіз түсінгендей, Зайсан Қытайға жақын орналасқан ел. Егер бізді сағынсаңыздар, үстілеріңіздегі киімдерді иіскеп еске алып отырыңыздар. Мейірбике медицина колледжі, адреналин, Ақтау. Бүгінгі тағдыры жастық шақ ауылында, ештеңе жетпейді туған жер ауылына. Қайырлы кеш, достар! Перзентханада дүниеге келіп, ауылдық емеспін дейтін қалалықтар, қалайсыңдар? Көре алмаушылық ауылдан шыққан, бір-бірін көре алмайтын көрші. Ай, көрші! Ай, көрші! Ал енді жаңалықтар. Өмір бойы темекі шегіп келген ағамыздың ешкімге өкпесі жоқ екен. Маңдайға жазғанды көресің деген сөзді естіген ағамыз өз өмір баянын маңдайына жазып алыпты. Ауылдың жаңалықтары. Ауылдық жерде карт ойнаған кезде сынық салатын сынықшылар көп болады екен. Неге десеңіздер, бәке қол шықсын, мәке қол шықсын дейтіндер көп екен. Онымен жаңалықтар тамам, актив жарнама. Мынаны көрдің бе? Неден? Қызды оттан. Мынаны көрдің бе? Неден? Балты судан қармақпен. Менің бойымды көрдің бе? Неден? Сәбізден. Менің бойымды көрдің бе? Неден? Арамдықтан. Автобуста жұмыс жасайтын кондукторлар отбасында болған жағдай. Мама, мен Айдос үйіне барып қайтам. Айдос үйіне барма, барма. Бар. Ұлы химик Менделеев дүниеге келмес бұрын мектепте болған жағдай химия сабағы. Сағатсыбай. Амансыңдар ма оқушылар? Я оқушылар, бүгін өтетін тақырып жоқ, жаймен шулама үйге тарай беріңдер. Әуенді сәлемдесу, бауырым қай ауылдан боласың? Сахнада Мардан Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты, Мардан ұландары, Шымкент. Оңсық сенің ақтайтын, бергенде сәлем ерішін. Сөйле біраз көмейін, жырасылын түргейін. Келгенде қарға жеріне, алғаш жұртын көргенде, бұл жұрғадай желейін. Көкеміз жауған өздердей, өнеді біздер түргейін. Ассаламағалейкум Алматы.
Жастық шақ ауылында. Шіркін жігіттер, ауыл деген керемет қоя. Құрметті қалалықтар, қалада жүріп ауылды сағынған боларсыздар. Соңғыдан кішкене ауылға саяхат жасап қайтайық. Ауыл деген керемет. Ауылдың кешін айтсаңыздаршы. Құстардың үні. Оған қосылған шегіртке. Жағаласқан құрбақа. Дәл осылай ымырт жамылып кеш батқан кезде ауылдағылар мал жайға батады. Осылайша мал жайға біткеннен соң біздің командадағы ең бай жігіт Баги өзінің Opel Vectra атты есегіне мініп қызына қарай шықты. Қызына қарай кетіп бартқан кезде ауылдың анау басынан сықыр естіледі. Сіздерге бұл сықырды түсіндіріп кетейін. Біздің ауылда ұялы синтетик жақсы ұстамайды, сондықтан сықыр ұялы синтетиктің қызметін атқарады. 88-дер бірін-бірін іздеп жүр. Жолдас баласына торпед тастап. Міне 88-дер бірін-бірін тапты деген сөз. Ал Баги болса өзінің қызының үйіне келді. Айжан! Айжан! Ол сен ба? Иә. Дауысы қане болған? Жаным кесірші жаяшын ойнап жатырмын ғой. Құрметті қалалықтар, ауылға кішкене болсын саяхат жасап қайтсаңыздар. Мардан ұландары! Хей! Шымкент қаласындағы қыз алып қашу. Ай, албасылар! Жіберіңдер! Мен созақтың қызымын. Қалым алып 100 теңге. Ай, жіберіңдер, жігіттер, не істеп жатсыңдар? Мен Жетісайдың қызымын, қалым алым 600 мың теңге. Тарихқа көз жүгіртейік. 17 ғасыр Қалмақтың 2000 әскеріне Жәңгір хан 600 әскермен төтеп беруде. Жәңгір хан, осы елдің ханымы бізге төтеп берем деген? Я ханем. Жәңгір хан, сен бізге төтеп берем деген? Дәл таптыңдар, міне төтеп. Өте қорқынышты жағдай. Кетпесі болғаны. Келесі, сен боласың. Болмайым. Боласың. Болмайым дейм. Боласың дейм. Қазақстан футбол құрамасының бапкері болмайым. Боласың жүр. Туған тарих тағылымыңды, туған ана тіліңді, өшірмеу керек байлықпен келген білімді. Жастар ол болашақтың қырандары, айтып тұрған Сапарбаев Марданның ұландары. Қыраным ата мекен қырағым, үш арысым, үш жүзім, мәңгі өшпейтін шырағым. Аталысыз, арысыз, ата заңы байланды, тамыр жайып таңбалар бәйтерекке айналды. Ол үш арысым бір атадан жаралған, өзі дөме қазақ деген қарадан. Тегін теге жеті атадан қайғып, 300 болып қайту үшін таралған. Ақ арысым ақиқатқа жақ болсын, бек арысым беген сөйлеп бек болсын. Жан арысым жан жағына сақ болып, 300-іне үйірліп бақ болсын. Олы жүзім қонарым, орта жүзім жырәнім, кеші жүзім қыраным, айбынды алаш ораным. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті механика математика факультеті Интел командасы. Нұрболат, сен залда осынша көп адам болады деп айтпадың ғой. Мен оны өзімде білмедім. Енді осы залдың барлығын күлдіруіміз керек пе? Я деп жатыр ғой бастық.
Ондай болса біріншіден денелерімізді қыздырып алайық. Бір орында қадам бас, бір, екі, үш жылдамырақ, бір, екі, үш, сол аяқтан алға қадам бас. Нұрболат, менің денем қызбаған сияқты. Онда Әйгерімнің денесін қыздырып жіберейік. Тек Әйгерім үшін. Нари, нари, ней, нари, 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 нари. Одаппадай, одаппадай, одаппадаппа, одаппадай. Нари, нари, ней, нари, 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 нари. Одаппадай, одаппадай, одаппадаппа, одаппадай. Қалай Әйгерім, денең қызды ма? Я, ондай болса құр тұрғанша әңгімелесейік та. Біздің Әйгерім командадағы ең сұлу қыз. Және де Әйгерім Дарханның қызы. Ондай болса Әйгерім мен Дарханның орындауында Дархан мен Әйгерімнің әңгімесі. Әйгерім, біздің жүріп жүргенімізге қанша болды? 15 километр. Дархан, сен білесің бе, Әйгерім екеуміз жүріп жүрміз ғой. Бірақ сен оны оған айтып қойма. Неге? Ол білмейді. Ондай болса жаңалықтар. Жануарлар жаңалықтары. Көрші-хандар 2 жыл өмір сүреді екен. Сондықтан олар Қазақстан Республикасының азаматтары бола алмайды. Ауыл жаңалықтары. 90 жастағы атамыздың айтуы бойынша Астанадағы бәйтерек ол темір. Және де ол жай ғана темір емес, бас жарылған темір. Қазақстан жаңалықтары. 20-дан 30 кеткенде болады, көріңіздер. Көбісі айтады екен, біздің команданы билей алмайды деп. Ондай болса қабыл алыңыздар, GTA ойындағы дискотека. Біздің Нұрболат ішпейді, шекпейді. Нұрболат, сен неге ондайсың? Менің ішкі жан дауысым маған рұқсат бермейді. Сонда ол саған не дейді? Нұрболат, қойсайшы. Ол Қайрат. Бүгін Ернардың туған күні. Ондай болса Ернардың құрметіне арналған ән. Қолдарыңыз көрінбейді. Драйв қайда, драйв? Балкон. Біз сіздерді ұмытқан жоқпыз. Драйв жоқ, ондай болса кеттік. Oh, the weather outside is frightful, but the fire... Қазақстанның болашағы жастардың қолында дейді. Ондай болса жастар. Агент. Скайп. Ойын. Дегенді қойып оқу керек. Алдарыңызда өнер көрсеткен Intel КВН командасы. Қазақстандағы білімді насихаттайтын жалғыз секта. Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжі
осындай командасы. Тарас. Hey! Түнгі ауыл қараңғы жан-жағымыз, жарыққа біз жету ғой арманымыз. Көшеші ысқырық айқай мен шу, неге ерте сөнеді шамдарыңыз. Түнгі клубта диджей болып істеп жүрген ағамыз автобуста кондуктор болып жұмыс істеуде. Көрейік. Ассалаумағалейкум, автобусқа жиылған қауым. Келесі аялдамамыз тексердің құрметтеріңізге. Абай алтын сарин аялдамасы. Ай, бәркел жастар, шаршамаймыз. Бәркел жастар, арт жағынан жылжимыз. Ассалаумағалейкум досым. Уағалейкум салам, бауыр. Абай көшесінің қиылысынан түсіп болсам бола ма? Жоқ, бауыр, майы қызметкер ұстап алады, бауырым. Келсек та мені 5 теңгеңіз. Ай, бәрекелді, атың кім болады? Мейірбек. Келесі аялдамамыз қазақтың бір туар азаматы Мейірбек бауырым үшін. Өмірде көптеген түсініксіз жағдайлар болады, сондай жағдайлардың бірі. Алло. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Саламат, ботан бола ма екен? Бота үйде жоқ. А сіз кімсіз? Әкесі. Бізде жаңалықтар. Бәріңізге белгілі Қайратын Тастың әні әкеге арнау. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып алақаныма. Сонда құрметті көрермендер, Қайратын Тастың алақаны мейрамхана болғаны ма? Біз жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бөлінгенді бөрі жейт деген естіген бір бөрі Мөлдір Әуелбекованың іздеп жүр екен. Өздеріңіз білетіндей, жақында ғана Франция елінде ауыр атлетика, яғни штанга көтеруден әлемдік жарыс өтті. Сол әлемдік жарысқа Қазақстанның намысын қорғауға Қазақстанның эстрада жұлдыздары қатысқанда қалай болар еді? Белгілі әнші сазгер Нұрлан Еспанов. Армысыздар, үштәңгі сүйер қауым. Олай болса, үштәңгіні жан жолдасым Жанатбек үшін көтер жүрейін. Келесі белгілі театр әртісі Уалибек Абдраимов. Штанг көтеруге түсіп келу керек етті. Олатаң әділет кішкентайда мен кеп отырып мен көтерейін, я? Ой-ой-ой, мына штангыма ұрнай. Белгілі әнші Заттыбек Көпбосынұлы. Ассалаумалейкум, ағай. Мына ағайын сенің арқаң, ағай. Мына сіздердің құрметтеріңізге мына штангыны жағымен 10 рет көтер жүрейін ба? Ауылды ұмытпайық, таланттың бәрі, дарынның бәрі ауылдан шығады. Ауылды көтерейік, ауылда өссек, шаңына аунап өссек. Ауылыма аңсадым, әппақтанды, тұнық кешіңді, алма бағынды. Жезқазған индустриалды гуманитарлық колледжі 21 ғасыр Жезқазған. Енді сөйтіп білесің, Алматыға жаз мезгілде ерте келеді дегендей көңілді кетеміз, бастаймыз. Сарыған даласынан, мысты өңір қаласы, Жезқазған ортада, Жезқазған сахнада, Жезқазған. Ойынымыздың басын Қазақстанның қуанышты жаңалықтарымен бастағымыз келіп отыр. Қазақстанның салт дәстүрін дамыған соншалық, біздің дәстүрлеріме шетелдерге де жетті. Ендеше көрейік ағылшындардың батасы. Every day I'm shuffling. What the hell is wrong with y'all? Y'all insane? Shake that. Суға шомылып жатқан бала. Осы мен балам кіріп алады да шықпайды өмір. Не істеп жатыр екен мына бала?
Ай, мама, ес жапсаңыз шай. Не істеп жатсың сен? Ай, суға түсіп жатырмын. Сен есің дұрыс емес пе? Не болды, мама? Суға екі адам түсе ме? Қумаңшым, қайдағы екі адам? Жан-жағыңа дұрыстап қарасайшы. Жаңа жылда балалар ата-аналарынан сыйлық күтеді. Бірақ ойламағандай ол сыйлық болмай қалады. Үрсет, балам, кел, мен саған сыйлық алып келіп келе ғой. Машина. Балам, кел. Машина. Балам, ренжіме. Мен саған осы жаңа жылда күртке алып бердім. Бұл күртеңді барлық жастар киеді. Ал келесі жаңа жылда мен саған машина алып берем, аха? Жарайды, мама, жарайды. Мама, Абылайхан ағама не әпердің сен? Абылай ағаңа ма? Абылай ағасы кел, інісіне сыйлығымды ойынымыздың соңында жігіттер маған бір жақсы ой түсті. Қандай? Мына бізге осы ойын жеңу үшін бізге арамыздан депутат сайлау керек. Ол адамна депутат болу үшін ол адамна жұмыспен ұйқыны бірге алып жүру керек. Бағанадан бері сахнада ұйықтап та ойнап жүрік қой. Бәсе балапан, бір төле ойнап жүрсін. Және ол адам халыққа уәде беріп, сол уәдесін орындамайтын адам болу керек. Ондай адам бар ма? Енді бұл мен мақтанғаным емес, бірақ депутат болатын қасиетіміз бар. Және ол адам келбетті, көрікті, сұлу болу керек. Енді ондай адам бар ма енді бізде? Енді бұл мен мақтанғаным емес, бірақ депутат болатын қасиетім бар. Көрдіңіздер ме, құрметті алматылықтар? Егер біздің топты толық қып қоссақ, бір халық қалаулысы шығады. Ал халық қалаулысына қажет халықтың қолдауы. Сіздер болған жылазған. Көңілі ән әрқашан сені тербейді. Бүгін ойында жезқазған алға. Қош бол Алматы. Алматы аграрлық колледжі, Абай даңғылы 8, Алматы. Өшірші. Қай ғасырдың әні мынау? 20-шы ғасырға апарып тастай салдың? Қойса бір заманауи қазір ойлай. Қош екен. Апа оның көздері қап-қара тұнық, ашуланып. Өшір. Бағанан қойсын. Жұмағылдың қызын ішкім естіндесің. Айтып қойдың ғой сен. Айтпа деп отыр едік қой. Не деген адам мынау? 32 тістен шыққан сөз 32 руға тарайтын білесің ба сен? Айтшы маған өзің. Неткен түсінбейтін адамсың сен? Не қып түсінбейсің сен? Сөзіне тұрамайсың сен мүлдем. Жоқ, не деген адам осы? Кешіріңдеш, кешігіп қалдым. Бәсе бір нәрсе жетіспейді да енді. Біз кімге сөйлеп жатырмыз сонда? Сценарий бойынша осы жаққа ұрысымыз керек та біздің. Амал жоқ енді. Осылай болады енді ол. Тоқтайсың сен. Тоқтайсыңдар, көрсіңдерге. Жоқ, шықтық. Шықтық сахнаға. Ар өттің, бер өттің. Не жүріс мынау? Айтшы маған, не жүріс? Не болды? Бізде рөл жоқ. Ең құрмағанда осылай көрініп қояқ та халықтың алдына. Бұт көріне берші өшір. Әй, сен қайда келатсың? Әй, менде рөл бар. Ойбой. Айтайық та халыққа. Айтал. Құнымен бітәні көріңдер ма? Жоқ. Болды ма? Болды. Оны қойш бағанан сахнаның артында кім бар? Тоқта. Сахнаның артында ондай сценарийде жоқ бізде әңгіме. Енді өзім үстінде қосып ойнатып қалайық та айналайын. Осыларды ойнатқыш. Сен қайда келатсың? Мен бағанадан бір ән жақта үндемей тұрмын да. Мен де бірден айтайын деп едім да. Айтыңда. Қазақта жақсы мақал бар ғой. Осы сорлы, айтып алып, мақал бар ғой. Тап енді мақал. Қыз өссе елдің жердің... Болмайды.
білім ине мен құдық шелек. Ол да оңай. Сасқан үйрек артымен не істеуші еді? Мен одан да жұмақ айтайыншы. Айтшы, бұш тестіз. 10 саусақ бірдей емес. Ол мақал, оны баған айтуын керек еді. Я, достар, арамызда осындай ірткі салатын адамдар болады. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жұмыртқа. Я, көктем, Ердос, сен не істеп жүрсің енді? Тас іздеп жүрмін. Нағыласын о тасты? Пляктың аузын жабамын ба деп едім бәй. Наяқта бар, памай, жүр наяқта. Көз алдарыңызға елестетіңіздер бұлттың арасында болған жағдай. Не өп бітті? Бірдеңе өртеніп отыр ой деймін. Ауылдағы еккеншектің әңгімесі. Жадыра, балың өзіңнен аумай қапты ғой. Ой, жайналайын, көзі ғана менікі. Қалған мұрыны, ерні шекес, айнымаған әкес. Әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Күйең түрі сонда онша емес па? Сен өзің балаңа қараба шалдымен. Тоқтасай бірінші босанып алайықта. Үйіне колясканы сүйрерсің? Сөмке жоқ, заттарын бәрін осы коляскаға салып сүйреудің рахат. Ауылдағы көкелердің әңгімесі. Ауылда қырым болады. Ауылда қырым болады. Жақсы, өздерің қалайсыңдар. Бағаны бері амандаспен жақсы жүрсің. Не жаңалықтарың болып отыр? Ой, жаңалық көп. Мысалы мынау Қазақстан Республикасының футбол құрамасы бар ғой? Ау. Басқа нәрсе айтшы? Басқа нәрсе айтшы дейді. Орыстардың Матрюшка деген ойыншығы бар анау, біріншісіне бірін сала беретін бүйтіп бар. Қуыршақтар. Соның анау ең кішкентайының басы ауырса, ең үлкеннің іші ауырады екен. Қымбат достар, айта берсек жаңалық көп. Ауылға барыңыздар, ойбой, жаңалықтың қырылып жатыр. Мынау сөздің соңын мен мектептегі мұғалімнің соңғы сабақтағы айтқан сөзімен бітірсем. Мынау кетерлеріңді орындықтан көтеріп кетіңдер. Сіздермен болған Алматы аграрлық колледжі Абай даңғылы 8 қонаққа келіңіздер. Жайдармады асыға көтеміз бізде, олсыз бізде құмарғандайды. Шексіз уақыт шыр айналып шырқатар әнді, көңілсіз күн бізде болмайды. Сен менің арман досым, сен менің асылым, жүректе толы сезім, бейнеңде тасырым. Сен менің арман досым, сен менің асылым, жүректе толы сезім, бейнеңде тасырым. Ақтөбе медициналық колледжі, жас талант, Ақтөбе. Қазақстан қабылау, 1-4 финал. Ақтөбеден келген жас талантты қарсы ал, әдем әзілді арнап сұлу қыздарға. Әдем әуенді шырғап болса жолдарда. Экспорт қаладан импорт қалаға жалынды. Сәлем! Кош, точ, нюл, импорт, экспорт деген не? Түсінбедің ба? Жоқ. Экспорт дегеніміз мұнау. Ақтөбе қаласының мысалға 11 бітірген түлектерін Алматы қаласына экспорттаймыз. Ал Алматы қаласы сол түлектерді оқытып, дайындап, өңдеп, дайын маман жер бізге қарай импорттайды. Салға. Бүгінгі ойынның тақырыбы жастық шақ ауылында. Бауырым, қай ауылдан боласың? Медеу, Көктөбе, Мега, Космо, Сарыарқа, Шымбұлақ, Қапшағай, Алматы. Ал ең бар
Достар, Ақтөбе, жас талант, біз бастаймыз. Сонымен достар, көреміз өте сыпайы террорист. Саламатсыздар ма? Саламатсыз? Кешіресіз, бұл банк па? Иә, бұл банк. Бір кішкентай бомбам бар еді, соны қай жерге қойсам болады екен. Белгілі бір кеңседе болған оқиға. Хатшы, маған бір шыны шай. Мынауың суып кеткен ғой. Не беріп тұрсың маған? Бол, жұмыстан шығасың сен. Жұмыстан шығасың. Сен емес анау. Әуенді әзіл, ауылдағы дискотека. Құрметті достар, Қазақстан ұлттық арнасында жаңалықтар топтамасы. Кеше бір ауруханада еш себепсіз бір дәрігерді жұмыстан шығарып жіберіпті. Сөйтсе жазу әдемі екен. Қазіргі заман мақтағы зертексі сияқты. Біреуден бір нәрсе алу үшін біреуге бір нәрсе беру керек. Сұлулық бетте емес жүректе деген сөзді естіген ғалымдар жүрекке арнап ерін бояғыш опа дала бойлап тауыпты. Қазіргі кезде беделді адамдар лимузинмен жүреді. Сонымен көреміз 17-ші ғасыр Абылқайыр ханның лимузині. Ақымақ ұры ақымақ қызға кездессе не болады екен, көреміз. Ей, болтон-ау, телефонды бер маған. 8-7-3-3-6 8-16. Хабарласам. Құрметті достар, қазақта керемет сөз бар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Олай болса, құрметті домбыралар, құлақтарыңызды бұрап, шектеріңізді тартып отырыңыздар. Алматыда премьер-лига бұл жастала, екінші жыл алдарында бұл жастала. Айтшы бізге сіздерге ұнадық па? Айтшы бізге сіздерге ұнадық па? Алматы технологиялық университеті құрамасы Алматы. Қазақ КВН, Қазақстан телеарнасында. Қазақ КВН, Қазақстан телеарнасында. Кел қалайық, бір болайық, жайдарманда сайысайық, саз театры ұлттық арна, артуғама алдарында. Қайырлы кеш, қымбатты достар, бізде жаңалықтар топтамасы. Университетті сырттай бітірген бір бала, сырттай жұмыс жасап, сырттай үйленіп, сырттай бала сүйіп, сырттай деп жүріп, өмірді сыртында алып кетті ағайын. Алтын адамның аш кезінде айтқан әңгімесі. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Мына жерде қас екен, мынау да сол. Қойшы баланың көзін жылқышы бала шықып алыпты. Жылқышы бала қойшы баланың көзін не үшін шықып алыпты деген сұраққа сиыршы бала ит біліп пе депті. Ауылдан қалаға келген қыз алғашқы рет фонтанды көріп, "Ибай тұрба жақ бітем ай" деп айтады дейді. Мен де шығайыншы. Ал біздің жаңалықтан демеушісі 28 Панфиловшы саябағы емес, Абай ескерткіші.
Қара жорға биі әртүрлі нұсқада. Соның алдарыңызда Корей елінің қара жорғасы. Ләззаттанып, рахаттанып билейтін қара жорға. Жеке жүйесі тозып кеткен қара жорға. Және қазіргі заманға сай заманауи қара жорға. Қымбатты достар, 13-ші ғасыр Шыңғысхан сарайы. Ханем! Ау, Моңғолдардың батырын істеп әкелдім. Моңғолдардың батырын, біз өзіміз моңғол емеспіз ба? Ханем, қазақтардың жауынгері ұсталып келдім. Қазақтардың жауынгері? Кімсің? Білемісің? Сенің әйелің бөрте. Қазақтардың ешкісінің жүнін ұрлап кетіпті. Қалай? Тыңда. Ерте ешкінің жүні бөртеде. Не алды? Бөртеге айт, ешкінің жүнін қайтарсын. Бөрте! Болмаса соғысacağım. Бөрте берген. Қазақтардың ешкісінің жүнін қайтар. Қайтар. Кей, соғысаш. Ханем, тағы бір елші кеп тұр. Қайдан? Қытайдан. Шақыр. Нихау. Аманшыл өзіңде не қалар? Не? Бұл? Не? Кете! Өзіңнің жолдасын жолға шығарып сала жатқан полиция қызметкері. Не дейміз ал? Я рахмет, мен таксистайын, я? Отырып жіберейін ба? Жо. Қымбатты достар, келесі әзілді хабарлайтын Қайрат Түнтеков. Алматы! Көңілдірек! Қайеке бар біздерге? Ауылдағы екі кемпірдің әңгімесі. Айтпаста, мына баланы көрдің ба? Мына төбедегі көршім, оқушы бала осы. Оқушы бала осы ма? Жақсы оқып жүрген бала, осы болса жақсы. Міне, мына баланы көрдің ба? Тентек, төбелескіш, бұзық бала осы. Мына баланы көрдің ба? Осы бала депутат болған бала. Депутат болып сайланыпты. Депутат болған бала осы ма? Мына баланы көрдің ба? Бұл қайсы? Жаңа былай үш рет өтті ғой. Сол ғой. Перзентхананың алдында болған жағдай. Айгүл! Айгүл! Кім, ұл ма, қыз ба? Ешкім емес. Қалай ешкім емес? 7 ай болды өтқаныңа. Мен осында жұмыс істеп, сен қызықсың, күнде кел. Қымбатты достар, барлықтарыңыз кішкентай кезде ауылда ұшты қарға ұшты ойын ойнадыңыздар. Сонымен ұшты қарға ұшты ойыны лауазымды адамдармен ойнауда. Ұшты қарға ұшты. Ұшты Иманғали Алматтан Астанаға ұшты. Ұшты Жанармай ұшты. Ол көке? Жанармай ұшпайды ғой? Айналайын, баға ұшты ғой. Бағасы ұшты. Ұшты, баға ұшты. Ол көке? Баға ұшпайды ғой? Жанармай ұшты ғой? Жанармай ұшты, ұшты. Ұшты, пышақ ұшты. Ұшты. Ол көке? Пышақ ұшты емес қой? Қалай ұшты емес? Болды, ұшты, ұшты. Көз алдарыңызда елестет көріңізші. Кешкі самал жел, жусанның иісі, ауылда қыдырған не деген керемет. Жамбыл облысы Шу ауданының құрамасы Шучу. Сәлем достар, сәлем сұлу қыздар, көңіл күйлеріңіз қалай?
Залда сұлу қыздар жоқ қой деймін. Көңіл күйлеріңіз қалай? Болды, залды жеңілдеттім, шыға беріңдер. Сахнада шучу. Қарсыңызда. You know what I'm waiting for. Ей, дібідіңдер! Не істеп тұрсыңдар, е? Қайдан білейін, халықты күлдіреміз ба деп ойлағамыз. Ей, андағы әзілге менен басқа ешкім кірмейді ғой, е? 12 сәуірден бері тойлап келатсыңдар ғой сендер, е? Мен сендерге қашан қайтам? 12 сәуір сендердің мерекелеріңіз емес. Енді кімдікі? Ұшқыштардың мерекелері. Кішкентай қаяққа кетіп қалды. Қойшы болды. Не болды? Егітті көргендей болдыңыздар ғой. Кішкене бір милиқті көргендей болсаңыздаршы. Шымкентте су тасып жатыр. Ресейде елбасылар ауысып жатыр. Көктем келді, күн жылыды, білесіздер. Ал қыздар гамаждарын шешіп жатыр. Жатамыз, өшірші. Чудың ғалымдары ұшатын зат ойлап тауыпты, көреміз. Ей, андағы ұшпайды. Неге? Ғалымдардың ойлап тапқан заты андағы емес. Енді? Мынау ғой. Қоғамдық көлікте болған жағдай. Сәлематсыз ба? Сәлемат па, айналайын. Ұялмайсыз ба? Неге ұрып атсыз, ұялмайсыз ба? Не бер жерге ұратын жер ма сізге? Ұялмайсыз ба? Мәдениет деген болу керек қой. Мен ба? Енді кім? Мынау? Бұл сәби ғой, құдай. Ұрмаңыз болды. Ұятсыз. Тәте, ана ұрып атыр ғой. Біліп тұрмын ғой. Мен сізге не айттым? Бұл қоғамдық көліктегі адам көп жүретін автобус. Бізге не айтып тұрмын мен сізге? Қарасаңыз жан-жағыңызға бізде сіздерден басқа ешкім жоқ қой. Неменеге ұрып атсыз? Одан қайта мәдениетті түрде қарындас танысуға бола ма деп айтсаңыз, танысамыз ғой? Егер қарындас танысуға бола ма десе, танысасың ба? Танысам. Онда танысып қойық, Айдар болады. Банк тонауды әр команда әр түрлі көрсетеді. Ал біздің шучу былай көрсетеді. Тат! Ай, тат! Бұл тонау, тат! Құрметті көрермендер, бұл әзіл емес, біз жай мына затты алып кетейікші деп едік. Ассалаумағалейкум әке. Уалейкумассалам. Қалыңыз қалай? Не жаңалық болып жатыр? Менде 3 жаңалық. Менде 2 жаңалық. Сенде 2 жаңалық. Менде 3 жаңалық. Тура бір қазақша квн-дегі 5 жаңалық сайысындағындай болып тұрмыз ғой демекеміз. Бастайық онда. Алматы қаласында метро ашылып, алматылықтар қуанып жатыр. Жердің асты қызық деп. Бір тілші шулыққан сұхбат алыпты. Сіздер неге осындай метро ашпайсыздар десе, шулықтардың айтқаны. Бізге жердің асты қызық емес, бізге аспан қызық. Өткенде Қазақстан мен Корея футбол ойнапты. Футболға жастар барады, білесіздер. Бірақ тура сол ойынға қазақтың кемпірі барды. Содан бір тілші барып, апа не істеп жүрсіз, футболда не жоқ сізге десе, қайдан білейін балам, жұманып келе ме деп ойлап қалдым деп. Ал енді жарнама болғанда жаңалықтар сияқты жарнама. Мен сізді түсінем. Мені қайтып түсінесің сен. Мен сізді өте жақсы түсінем. Сен мен түсінбейсің. Ой, көке, мен де чудамын ғой. Қой, Дәурен, бер келші. Осы сәуірдің алдында қай ай болды? Март. Бетінен шарт. Айбек келеді, қалайсыңдар?
Айбек, осы сәуірдің алдында қай ай болды? Март. Бетінен шап. Жаман кет. Читок келеді, читок. Читок, айтпа. Қатты. Аямаймын. Не болды маге? Читок, осы сәуірдің алдында қай ай болды? Наурыз ғой. Көрдіңіздер ма, құрметті көрермендер? Қазақша сөйлесеңіздер, таяқ жемейсіздер. Ал енді біз дәстүрімізге орай сөз соңын өзіміздің сүйіп тыңдайтын әнімізбен бітіреміз. Көк шыққанда бір қуанып, шөп шыққанда бір қуанып. Семей мемлекеттік педагогикалық институты, Серлер Семей. Алашымның ордасына біз де келдік бүгін міне ойнауға. Бірде төртке келдік міне, жиналған жұрт сәлем бердік баршаға. Жайдарманның сахнасында жастар менен бас қосуда есаға. Жалпы жігіттер, тақырыпты ашып алайық. Иә. Бәріміз ауылда өстік. Иә. Ауылдың футболының өзі бір керемет болатын. Керемет. На жақта екі тас, на жақта екі тас болатын. Айтпа. Иә. Футболдың өзі керемет болды да, оған кірген голдың өзі керемет болады. Үлкендермен футбол ойнайсың, үлкендер жүгіріп кеп доп тепкенде жаны тастың үстінен өтіп бара жатса, ол штангымен гол болатын. Міне, ал біз сол тастың үстінен өтіп бара жатса, штангымен аут болатын. Міне керемет. Ой, Ибай, бір тоқалдан туғандай бөлек тұрмапсыңдар ғой. Тоқалдан емес қой біз. Мәселе, біз қаланың кімді сендер, ауылды кісіңдер. Біз сендермен ойнамаймыз. Ей, қазақ атам айтады, бөлінгенді бөрі жейді деп. Кетші қорқытпай, жай айтып отырып, жынды ма? Олай болса, Семей мемлекеттік педагогикалық институты біз бастаймыз. Ойбай бәрі айтып жатыр, ойбай піл көн боп мына тышқаннан қорқады, піл тышқаннан қорқады дейді. Әй, неге қорқатынын білдім, тышқанның қолында тапанша бар екен. Кеше ауылда бес апамыз өсек айтып отырғанда, мына апамыз үйге қайтып кеттім деп, жаңағы төрт апаның өсегін тығылып тыңдап қойыпты. Юбкасы қысқа қыздардың балалық шағы да қысқа болады екен. Сонымен, ауыл тақырыбынан ауытқымайық, ауылдағы екі достың әңгімесі. Ақтыс, қалайсың? Қалың қалай? Неме қорқақ етінде алып шыққансың ба? Қайда қорқақ? Таластырасың ба не? Таластырам? Ақтөс, айт! Кет жану бос жүр ғой! Үшінші жаңалық. Алматының үш қызы, кеше Шымкентке барып, біреуі күйеуге шығып, екі әйел қайтып кепті. Математика жаңалықтары. Айжанда 3 телефон, Айманда 5 телефон. Қай сұрлықшы? Алматы қаласының жаңбырлы күнінде қыдырып жүрген ақмақ қыздар. Жүр, подружка. Байқа, су, секір. Ақмақ! Басың ағама сенің? Батпақ емес па, беттің бәрін бұлғап. Жетпет! Боулингті бірінші рет ойнап жүрген бала.
Құрметті көрермендер, біздің сіздерге деген махаббатымыз Алматының жол кептелісі сияқты. Неге қуаныш? Еш қашан бітпейді. Сіздермен бірге болған Семей серлері. О менің Семей қалам, Еуразия кіндігі, о менің Семей қалам, рухани астанам, о менің Семей қалам, ыстықсың сен маған, туған қалам, ол менің Семей қалам. Және соңғы команда, соңғы түйенің жүгі ауыр деген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті. Элит командасы, Алматы. Тақырып ауыл жайлы болғандықтан біз осылай шығуды жөн көрдік. Айттым ғой мен саған. Нандай қазып беріпсің. Сен маған нандай қазам дедің. Неге? Сәләркіні нандай қылып құйғасыңдар. Анау ауылдағы Мырзахметтің баласы емес па деп көгілдір экранның ар жағынан бір мәз болып қалатын көрермендер. Армысыздар? Рахмет мынау вертолеттің даусымен сыйлап шығарғанына. Өлең қойып отқан жігіттің қосқаны ғой мына мені сіздерді шынымен ақ тікұшақпен шық дегенде ойласын деп. Молодец әйтеуір, қарап отпай күлдіріп. Сценарийге үлес қосып отқан. Мыналарды әйтеуір өтірік жоғары қарай салды, шынымен тікұшақ келетқанда әйтпесе мына жақтан шығатынды біледі ғой. Қалай жағдайларың? Қалайсың? Жақсы. Бер қалай, әкең не қылды, қойды ма? Қойды. Сандал. Сен әкең күнде қояды ғой бірақ. Мына түрлеріңді қалай түсінеміз? Мейрам, бүгінгі тақырып бауырым қай ауылдан боласың? Біз тақырыпқа сай киініп шығып тұрмыз. Сендер тақырыпқа қатты мән берген екенсіңдер тәжді. Не мынау? Мен малшымын. Мен енді диқаншымын енді. Мен мына тракторшен. Сен сонда ауылдың әкімісің? Ауылдың әкімі сен арасындағы есі дұрыс дегендей ғой, мәдениеттісі. Есі дұрыс мынандай біз кім болдық сонда? Мейлі. Кім жаңағы мал бергел? Мал емес, малшы десеңізші. Мал не, малшын әйтеуір бірге жүресіңдер ғой өрісті әйтеуір. Оны неменесі намыс көріп атсың? Енді біз мынау ауылдан сиырларды сауып, сүтін әкеп қалаға сатамыз ғой. Бәрі халықтың игілігі үшін. Сандалыпсың, халықтың игілігі үшін деп. Қалаға әкеп сүтіңді тегін беріп атқанда айттың ғой сен. Үйті ана сүтің жартысы сылдыр су. Беріп атқан сүт сол ғой? Сиырыңа суды аз бер. Тамағы өліп бара жатса да. Мал пал деп бұнда. Мал пал. Мал дегеніміз төрт түлік үй жануарлары. Пал, ондай сөз жоқ. Сен қандай үлес қосып атсың? Ой, біздің үлес зор ғой. Кітаптың тілімен бастады ғой мынау. Бізде былай аға. Бізге ауылға ерте көктем түседі. Ақпан біз шыға бере мәш егіп жереміз. Мәш дегеніміз ерте көктемде жерге отырғызылатын үрмелі бұршақ. Одан кейін наурыз шыға, сәуір кіре, біз бірден картоп егіп жереміз. Картоп жинап аламыз да, бірден сәуір шыға, мамыр кіре. Сендер айдың өңге шыға берсін де, кіре берсін де еге дегесіңдер сендер. Бір ортасында екпейсіңдер ма? Қыста не істейсіңдер? Қыста да егеміз, қыста да тегін жатпаймыз. Ана жерлеріңе тыныштық жоқ десей. Арам шөп шұғыл көрмейді ғой мына жерлеріңнен. Енді подкленка ұрамыз ғой. Подкленка деген қазақ тілінде сөз жоқ. Яғни орыс тілінен енген кірме сөз. Жалпақ тілмен айтқанда кленканың астында жылы жерде өсетін жеміс жидектер ғой. Сандалған екенсің. Міне, біз мына диқаншылардың игілігі үшін жүрміз. Қой, бұндай игілігің керек емес. Bir күн жұмыс істесең, бір апта демалып жатасың. Ұрыс дегеніміз ауылдағы адамдардың тұрмыс тіршілігінің сәнін келтіретін қарым-қатынастың түрі. Мынауың дұрыс. Сонда жаңағы жер жыртатын соқа деген жер жыртуға арналған техникалық құрал. Біреудің нанын жеп қойдым ау деймін. Сен қарасын жаман ғой осының нан ау деймін осы. Сен аға мынау тақырыпты өлтіріп қойыпсыз. Бауырым қай ауылдан боласың деп. Өзің қай ауылдан болдың бауырым? Шалғардан. Міне,
Бәріміз ауылдамыз. Мен мысалы жаңа қорғанданмын. Мен Жаркенттен. Мен Шиеліденмін. Мен Райымбектенмін. Мен мысалы Қызылорданмын. Қай жақтан? Қызылорда. Міне бәріміз ауылдамыз. Ой. Қызылорда қала ғой? Қала ғой Қызылорда? Қызылорданың жігіттері бар ма? Міне. Біреу үйде жүр. Біраз бар екен, оны сыртқа шыққан. Қызылорда қала ол. Қала. Мен 25 жыл соқайдаған адаммын. Бірақ мына кілтті қолданатын болт көрмедім мен. Жоқ, мен мына кілтпен халықты шығып күлдірейін деп едім ғой. Ой, тұрмай, е? Жоқ, мына, сен де күлдіріп тұрсың. Рахмет. Күлдіріп тұрсың, аны. Мен 5 минут бойы жағым талып, сөйлеп, әрең күлдірем, бұл кілтпен шығып күлдіре салады. Сен сонда ана кілтпен шығасың, біз соған күләш ата қалып. Күлә дегеніміз қыран топан күлдіру, дуғыл шапалақты білдіреді. Элит, біз бастаймыз. Аттары элит, бірақ түрлері келмейді олардың. Сен жақсылап дайындалыңдар үшеуің. Мен не істейін? Сен командада бар екенін білдірмей жүр. Бәріміз екі адамның жаға ұстасып ерегескенін көргенбіз. Ал егер 5 адам бірдей жаға ұстасып ерегессе қалай болады екен? Бері қара. Сен маған қара. Берік. Маған қара сен. Қуатымдаш. Мына жерде кім мен кім ерексіп атқаны түсініксіз болады. Бөлек жеке ерексік. Құтылып кеткенсің ғой. Бір жаңалық айтып отырайық. Жаңалық айтайық. Жақында бір үлкен жазушы көкеміз 2000 данамен кітап шығарыпты. Ең соның ішін жазып жатыр. Сенде? Білесіздер, әлемдегі ең үлкен ғимарат ол Дубайда. Бір ғалымның зерттеуі бойынша ол ең үлкен емес, ол ең кішкентай екен. Сонда қалай? Оның зерттеуі бойынша қолыңды былай ұстап тұрып, бір көзін қысып қарасаң, мынандай болады екен ғой. Ана сандалған ғалым ол. Сонда мен Есен аға мына елде мынандай көріп тұрмын. Ауылға айтып бармайтын шығарым, Есен аға мынандай екен деп. Оң қойыр. Ауылдағы әкімдердің 80% жұмысқа трикомен барады екен. 20% ше? Трикомен барады. 80% трикомен барады екен, 20% трикомен барады екен. Ол не болды? Бірден 100% деп айтасың? Мен қызық болсын деп айтып отқаным ғой. Әні бұлардың қызықшылығы бітпейді әйтеуір. Қызық міне. Бір көкеміз қойларының жүнін қысқартып атса, арасында бір сәнге құмар бір қой ау деймін. Енді қырқайын деп атса, көке арт жағын қалдырып бересіз бе өсірейін депті. Міне қызық. Міне төртеуіміз жаңалық айттық енді, ауылдың жаңалықтарын. Қалада не жаңалық болып жатыр? Жаңалық жоқ, тыныш. Бірақ қазір мына заманда тыныш жүрудің өзі жаңалық қой. Мейрам, бізде 4-ақ жаңалық. Талап бойынша бізде 5 жаңалық болу керек. Енді бір жаңалықтың арысыны берісіне оны. Есен аға жазып қойыңыз, элит командасы бір жаңалық қарыз. Жартылай финалда 6 жаңалық оқып бере саламыз. Қазіргі үлкен кісілердің айтатыны, қазіргінің жастары анандай, қазіргінің жастары түнделетіп жүреді. Етене жақын қыздарға, қыз құмар дейді. Сол айтып жатқан кісілердің өздерінің жастық шағына бір үңілсек. Мысалы, Сәкен Сейфуллин ағамыздың мынандай әдемі өлеңі бар. Келемін тау ішінде түнделетіп. Сәлемдесуді әуенді қылды ғой мынау. Келемін тау ішінде түнделетіп дейді. Ол нағып жүр түнде? Түнде. Тау ішінде. Жалғыз. Демек о жерде біреу болған тағы тау ішінде. Арты осындай әңгіме болатын біліп жазбаған да. Бірақ біз біліп қойдық. Иә? Жазбағанның өзін біліп қойвадық, жазса не болатын оны. Мұқағали ағамыздың мынандай бір керемет өлеңі бар. Сүйгісі келе берер сүйгенерін,
Ағытшы бешпентіңнің түймелерін. Адамдар айтады еді біздің кезімізде қыздардың қолын ұстау ұят деп. Қыздың қолын ұстамағанның өзінде бешпенттің түймелері кетіп жатыр. Ұстаса ненің түймелері кететін? Мейрам, әуенді сәлемдесуіміздің әуені аз, бізге бір әуен керек. Айтты ғой әуен мынау. Жоқ, ол болмайды, бір заманауи бір әуен болса. Заманауи онда бар. Заманауи қазір көбісі тыңдап жүрген өлеңді айтып берейін. Дайынсың ба? Сен ағам президент. Беймен болды ау дейме? Дегенмен де сын түзелмей, мін түзелмейді. Атақты ойшыл философ Конфуций айтқандай, қателікті түзетпеудің өзі қателік. Біз бүгінгі бірде төрт ойында жіберген қателікті жартылай финал ойындарында жібермейміз. Сандалыпсың. Командалар ортаға. Жоғары бал Жетіпбай. Назбойыз Балқаш. 5-5-5-5-4. Бұзық бизнесмендер. 4-4-5-4-4. ПСК құрамасы Атырау. Барлығы 6 пай. Ақтөбе байланыста. 7-6-5-5. Ри храндары Рудный. 5-6-6-5-5. Нұр Зайсан, Зайсан. 6-7-7-6-6. Адреналин Ақтау. 5-6-6-5-4. Мардан ұландары Шымкент. 7-7-6-6-6. Интел Алматы. Жетіпбай. Осындай Тарас. 6-6-6-5-6. 21 ғасыр Жезқазған. 5-6-6-6-5. Абай даңғыл 8 Алматы. Жетіпбай. Жас талант Ақтөбе. 7-7-7-7-6. Ату құрамасы Алматы. 7-7-7-6-6. Шучу. 6-6-7-6-6. Серлер Семей. 7-6-7-7-6. Элит Алматы. 7-7-6-7-7. Рүстем, қанша ұпай сандарын алып тастаймыз? Тіл тазалығына қатысты келесі командалардан мынадай ұпай сандары алынады. Бұзық бизнесмендер Алматы 0,2 ұпай алынады. Ақтөбе байланыста 0,2 ұпай. Ри қырандары Рудный 0,1 ұпай. Мардан ұландары 0,1 ұпай. Интел 0,1 ұпай. Абай даңғылы 8, 0,2 ұпай. Ату құрамасы 0,1 ұпай. Серлер Семей 0,1 ұпай. Бүгінгі сайыс туралы Мадияр Серікбаев. Шынайы бүгін жігіттердің барлығы шынайы күлкі болды. Барлығымыз күлкімен демалдық. Жасымыз ұзарды деп ойлаймыз. Сендерге үлкен рахмет. Талғамдарың өте биік болсын. Бүгін керемет әзілдер болды. Тек қана сендерге алға дейміз. Парасат Ибраев. Кеш жарық достар. Біріншіден командалар сіздерге көп рахмет. Өйткені бәрі сіздерді көру үшін келіп отыр. Командаларға шапала соғып қойшы тағы да. Бүгін ерекше рахметімді айтқым келеді. Ақтөбе байланыста Нұр Зайсан
Мардан ұландары, жас талант және де элит командаларына. Дос болыңыздар, КВН жасасын. Көп рахмет Есін аға. Перизат Мырзахметова. Құрметті достар, барлық командалар өте жақсы дайындалған. Есін аға, ұлттық арна сіздерге көп рахмет. Еркебұлан Мырзабек. Жалпы Есін аға, ойын өте керемет өтті. Мынау командалар қарқынды дайындалып келіпті. Негізі шын мәнісінде қуантарлық жайт, биылғы маусым несімен қуантады, былтырғыға немесе біз ойнаған жылдардағы премьер-лигаға қарағанда Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған командалар. Ол бір қуантады. Және де командалардың бір-біріне ұқсас еместігі, ол да ойынның дәрежесін жоғары деңгейге көтереді деген ойдам. Ертең сіздер жоғарғы лигада бұдан да мықтырақ өнер көрсетеді деген ойдам. Сіздерге рахмет. Рахмет Есін аға, қазақша КВН ойнаңыздар, қазақша КВН қараңыздар, қызықтың барлығы алда. Рахмет. Марат Устаев. Рахмет. Бүгін жайдарман ойындар маған өте қатты ұнады. Керемет, командаларыңыздың бәрі мықты. Не деген жас командалар. Осындай жас командаларды көруге Қазақстанға белгілі азаматтар да келіп отыр. Мына жақта отыр, мына жақта отыр. Құрметті командалар, өсіңіздер, өніңіздер. Дәл сіздерді осындай Әділқазы алқасында отырады деген сенімдемін. Бәрін Еркебұлан жолын қуыңдар. Рахмет. Сонымен қымбат достар, соңғы пай сандары. Бұзық бизнесмендер 4 пай, Назбойыз 4,8, Ри храндары 5,3, Адреналин Ақтау 5,2, осындай Тараз 5,8, 21 ғасыр 5,6, Ақтөбе байланыста 5,8, ПСК 6 пай, Шучу 6,2 пай. Ал енді тікелей жартылай финалға жолдамалған командалар, олардың саны 8. Мардан ұландары 6,3, Нұрзайсан 6,4, Ату құрамасы 6,5, Серлер 6,5, Элит 6,8, Жас талант 6,8, Абай даңғылы 6,8, және Интел 6,9. Ұпай сандары бойынша мына командаларды мен жартылай финалда көргім келеді. 6,2 Шучу, 6 пай ПСК құрамасы. Және өткен сайыста ерекше көзге түскен Абзал жандар Ақтөбе. Ал енді тағы бір команданы сіздер аңықтап алыңыздар, жазып алыңыздар. Ол Ақтөбе байланыста. Осындай Тараз, 21 ғасыр Жезқазған. Және өткен сайыстағы Тараз жастар құрамасы және Шымкент жастары. Осы 5 команданың ішінен біреуін таңдайсыздар. Негізгі ойым басқа команда еді, бірақ 4 Әділқазылар алқасының шешімі бойынша Ақтөбе байланысты Ақтөбе. Сонымен қымбат достар, жартылай финалда біздер 20 команданы көретін боламыз. Баршаңызға рахмет. Осымен сайысымыз аяғына жақындады. Жайдарманның жайдарлы ойындарында көріскенше сау саламатта болыңыздар.